Сәлем достар, бүгін ИП жабылды ма жабылған жоқ па соны тексеретін боламыз. Алдымен видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз. Ең бірінші біз салық кезет сайтына кіреміз. Кіргеннен кейін YT деп YT по ECP деп ECP ключімізбен кіретін боламыз. Кіргеннен кейін ең алдымен біздің білетін нәрсеміз жоғарыда мысалға индивидуально вы вошли как индивидуальный предприниматель деп шығады ғой обычно. Ол жолы сізде индивидуальный предприниматель дегеннің орнына физическое лицо деп вы вошли как физическое лицо деп шығып тұрады. Бұл бірінші белгісі сіздің ИП-іңіздің жабылғандығына. Екінші белгісі ол КГД несіне жаңағы сайтына КГД.gov сайтына кіріп осы иінді скопировать етіп аласыз. Осылай КГД.gov деп жазасыз мына жерге, браузерге поиск налогоплательщиков дегенді басасыз. Яғни жеке кәсіпкерді іздестіру деген. Осы жерге иін деген жерге вставить етеміз. Және яғни робот дегенді басамыз. Мына белгіні белгілейміз. Поиск деп басамыз. Мінекей қараңыздар, біздің ИП-іміздің дата регистрация тұр и дата снятия с учета деп тұр. Яғни ИП жабылғанның екінші белгісі осы. Яғни жабылған күні датасы тұру керек осы жерде. Мінекей осылай білесіздер. Если осы жерде сіздің ИП-іңіз әлі де ашық тұрған болса, онда басқаша тексеруге болады. Оны басқа видеода айтатын боламын.